Шиелі атауы ши мен шеңгел өсімдігінің қаптап өсуімен байланысты. Шеңгел өсімдігі бір ғана тамырдан тарайтын, өте құнарлы топырақ құрайтын өсімдік болса, күріш те осы шеңгел тамыры топырағынан өсіп шығады екен. Шиелі ауданы Қызылорда облысының 32,4 мың шақырым жерін алып жатыр. Ауданның солтүстік батысында Сырдария өзені, солтүстік шығысында Қаратау жотасы, оңтүстігінде Қызылқұм шөлі орналасқан. Шиелі аумағында Ханқожа көлі, сауысқандық петроглифтері, Шиелі аудандық тарихи өлкетану мұражайы, Ыбырай Жақаев атындағы күріш өсіру тарихи мұражайы бар. Ауданның климаты күрт континентті, жазы ұзақ, қысы жылы, қар аз түседі. Шиелі жерінде сан алуан өсімдіктер өседі. Сырдария жағасында қамыс, ал шөлейтті аймақта сексеуіл мен жусан. Шиелі табиғаты жануарларға бай. Далада қасқыр, түлкі, саршұнақ, Қаратау баурайында арқар мен қыран, ал көлдерде аққу мен қаз мекендейді. Бұл Шиелі табиғатының керемет сыйы. Қаратау мен қайтейін биігіңді, айрақтан құлжасындай шиырлы, төрінде туған өлке сен тұрасың, салсанда қай қиығымды. Кеңістікке құшақ жайған жазық даласы бар. Көне дәуірлердің таба қалған қастерлі топырағы бар киелі мекен. Жайдарлыда жайсаң болмысты халқы бар. Дәстүрін дәріптеген, даналығы асқан қарты бар құтты өлке. Аспанында қыранның қанаты талған, тау тасында қазақтың мұңы қалған, елмен бірге көркейген. Ойнауы қазынаға, баурайы құтқа толы, қадірін қандай Қаратау. Табиғаты тамаша орындар бүгінде ауданның ғана емес, өзге аймақ халқының да қызығушылығын оятуда. Сол орынның бірі де бірегейі Шиелі ауданы, Бәйгеқұм ауылының аумағында орналасқан табиғи су айдыны Ханқожа көлі. Ханқожа көлі табиғи сұлулығымен бай, флорасымен, фаунасымен, сондай-ақ туризмді дамытуға қолайлы жағдайлармен ерекшеленеді. Шиелімнің шашы тамыза, құстары сайраған көктемі ең әдемісі. Самайдан желкілдеген көшкін желде бір алып. Ақ меруерте көмкерілген ақ күрішпен астасқан біздің Сырдария, сонау басын оңтүстіктің ақ қарынан алады. Бұл өлке адамның көзіне күндік жерден шалынады. 10 ғасырдың 5 алабы туған киелі өңір. Оқшата мен Иса біздің ескерткіштері аймақтың тарихи арнасының тереңдігінің бірі көрінісі. Өзге аймақтан табылмас тораңғылым, саяласан көлеңке жазда салқын, Шиелінің тұсында шоқ-шоқпалап, біте салған тораңғыл дайын отын. Тау болып өркеш-өркеш құм-жоталар, сусылдап аяғыңа оратылар. Сексеуіл дөңгелене бітіп өскен, қызуы бой балқытар көмірмен тең. Ертеректе әжелер сексеуілден сахар деп аталатын сабын еткен. Ыбырай Жақаев атамыздың атына берілген Ыбырай Жақаев саябағы. Бұл саябақта 9 мыңнан астам саялы ағаш, әртүрлі гүлдердің бірнеше түрлі сорты бар. Барлығы 2 гектар жерде орналасқан. Мұндай көлемді аймақты көзбен көрудің өзі бір ғанибет. Жер бетінде бір мекен бар киелі, деп айтады әнменен жыр күйелі. Сұлу сырдың бойындағы иранбақ, атын қандай сүйкімдейді Шиелі. Менің саяхатымды тамашалағандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.